Құрметті студенттер, өздерің білесіздер, өткенде теориялық сабақта айтылып өткендей, автокөлік қозғалтқышының механизмдері. Яғни автокөлік қозғалтқышында қандай механизмдер бар? Бірінші механизм бұл иінді шатунды механизм. Екінші механизм газ тарату механизмі. Біз бүгінгі сіздермен өткізетін сабағымызда осы иінді шатунды механизм жөнінде автокөлік қозғалтқышының толығырақ тоқтап және оның бөлшектерін, оның қызметін айтып өтетін боламыз. Яғни иінді шатунды механизмнің ең бірінші атқаратын қызметі бұл автокөлік қозғалтқышында жану қоспасының жану үрдісінде пайда болған жылу энергиясын механикалық энергияға айналдыру. Яғни жану қоспасы жанып, одан химиялық жылу энергиясы пайда болады. Сол жылу энергиясын айналдырып механикалық энергияға айналдырамыз. Сол механикалық энергия, яғни автокөлікті негізгі қозғалысқа келтіретін сол механикалық энергия айналдырады. Енді осы иінді шатунды механизмге қандай бөлшектер жатады дейтін болсақ, бұл бірінші автокөлік қозғалтқышының блогы. Блок, яғни автокөліктің қозғалтқышының блогына сол автокөліктің иінді шатунды механизміне тиісті барлық тораптар мен бөлшектер бекітіледі. Енді сол тораптар мен бөлшектерге жеке-жеке қарастыратын болсақ, бұл бірінші міне автокөлік қозғалтқышының иінді білігі. Мына сіздерге көрсетіп тұрған бұл дизельді қозғалтқыштың иінді білігі, яғни иінді біліктің өзі тұтастай шойын материалынан құйылады. Және оның мынау түпкі тіректері және шатундық тіректері болады. Көріп отырсыздар ма? Шатундық тіректер. Яғни шатундық тіректерге автокөлік қозғалтқышының шатундары бекітіледі. Түпкі тіректер. Автокөліктің блогына осы түпкі тіректер арқылы иінді білік бал бекітіледі. Иінді балдың мысалы мынау противовестері, яғни шатун мына жаққа әсер ететін болса, мына противовес келесі бетін ұстап, иінді біліктің тепе-теңдігін қалпына келтіріп ұстайды. Мынау өте қатты жаңағы обработкадан өткізіледі, және цементация процесі жүреді. Сондықтан мына иінді біліктің тірек подшипник орналасатын жерлерінде қатты назар аударылатын жерлері. Негізі иінді біліктің жұмыс барысында тозуға ұшырайтында бөліктері осы жерлер. Яғни иінді білікті негізінен осы механикалық энергияға айналдыруға тиісті ең басты бөлшек болып табылады. Мына өздерің көріп отырғандай, мына иінді біліктің мына жерінде мінекей мынау тесіктер бар. Яғни тіректеріне май жіберіледі. Ол май мына иінді біліктің тозбауына, яғни арадағы үйкелістің азайтуына, шатунның қақпағы мен иінді біліктің тірек подшипниктерінің арасындағы, немесе мына негізгі тірек подшипниктердің арасындағы үйкелістің азаюына негізінен осылар әсер ететін. Осы мына иінді білік. Сосын енді иінді біліктің басында мынадай тісті шестеріне болады. Осы шестеріне арқылы иінді біліктің айналысы қозғалтқыштың басқа бөліктеріне беріледі. Яғни тісті берілістер арқылы, сол арқылы орналасқан тісті берілістің шестерінасы бөлік жасалады. Оны мынаған пресстеп отырғызып, арнайы шпонкамен. Және мынау басындағы флянсы, бұл флянсіге де иінді біліктің айналысынан беріліс алатын көптеген агрегаттарға қатысты бөлшектер бекітіледі. Бұл бірінші үлкен деталі. Екінші үлкен деталі, яғни блоктың ішінде міндетті түрде мынадай гильза орналасады. Гильза шойыннан құйылады. Кейбір автокөліктердің блоктарында, основной жеңіл автокөліктің блоктарында гильза блокпен бірге жасалады. Ал жүк автокөліктердің негізінен блоктарында гильза бөлек құйылып, блоктың ішіне отырғызылады. Гильза шойыннан құйылады, мұның іші өте жоғары тегістікте тегістеледі. Оның тегістелу себебі, яғни цементация дейтін неден өтеді. Себебі, осы гильзаның ішіне мына поршын жүрген уақытта, поршын гильзаның ішімен жүрген уақытта екі арада саңылау болмау керек. Яғни негізгі жылу энергиясында пайда болатын қысымды қабылдап алатын осы поршын мен гильзаның арасындағы қосылыс. Міне гильза. Енді гильзаның ішінде міндетті түрде поршын орналасады. Мына өздерің көріп отырғандай. Мына поршын. Поршынның өзі бұл дюралюминий дейтін материалдан құйылады. Ондай жеңіл материалдан құйылу себебі поршын үнемі қозғалыста болғаннан кейін оған
жеңілдік беруіміз керек. Поршынның мынау етегі деп аталады, мынау түбі деп аталады, және мынау негізгі сығымды, яғни қысымды қабылдайтын бөліктері мінекей. Поршынның түбінде міндетті түрде кейбір поршындарда негізінде мына жүк автокөліктерінің поршынында мұндай әдетте ойық болады. Бұл ойық өздеріңе бұрында айтып өткендей, бұл жану камерасы, яғни жану қоспасының жанатын жерінің көлемін ұлғайту үшін мына гильза мен головканың арасында және мына поршынның төбесінде арнайы ойық жасалған. Неғұрлым жану камерасының көлемі үлкен болған сайын, яғни қозғалтқышында қуаты, оның энергиялық қуаты үлкен болады. Сондықтан осылай жану камерасын орналастырады. Енді назар аударып қарасаңдар, мінекей, жану камерасының жасауы қалай? Мына жерде мысалы дөңгелек етіп жасалған, көрдіңдер ме? А мына жерде ол эллипс етіп жасалған. Мысалы мына автокөліктің поршында бұл эллипс етіп жасалған. Мына жерде, мына жану камерасының ортасында конустық қозғалыс бар, және мына жерде ортасы шошақ. Бұл неліктен жасалған? Яғни дизельдік қозғалтқыштың жану камерасына форсунка арқылы жану қоспасы бүріккен уақытта, ол именно міне осы конустың басына қарай бүркіледі, ол мына конусқа удар арқылы соғылғаннан кейін жан-жаққа шашырайды. Яғни жану қоспасының ауамен араласу үрдісі өте жақсы өтеді, жақсы жану қоспасы түзіледі. Сол жану қоспасы оның яғни жану жылдамдығы артады. Сондықтан мынадай жану камерасында кейбір өзгешеліктер болады. А мына жерде бізде, байқап тұрсыздар, мінекей, көрдіңіздер ме? Мынау жану камерасы, және сонымен бірге мынадай белгілі бір фаскілер орналасқан. Бұл фаскілер, мысалы, головкада орналасқан клапандар. Мына поршын жоғары төмен қозғалған уақытта клапандарға қалдырылған мынау кеңістік, әдейі осындай орын қалдырылған. Көрдіңіздер ме? Яғни клапандар мына поршынға соқпайды. Мына жану камерасы, жану қоспасы, осы жұмыстық қоспасы жану камерасының ішінде жанады. Енді мынау поршынның жеке алып қарайық. Жаңа айтып өттім, мынау поршынның түбі, мынау етегі, және мынау поршын сақиналары орналасатын кеңістік. Сосын мына жерден қарасаңдар, мінекей, мына жерде поршынның шатунмен жалғасатын әдейі бекітілген орындар бар. Мына размері бойынша өлшеп қарайтын болсақ, міне. Фасонын қараңызшы, мына жерде поршынның етегінің формасы үлкен. Басқа жеріне қарағанда артық. А мына жерде қысқа. Бірақ бұл жер қалың. Неліктен осылай жасаған деп ойлайсыңдар? Яғни поршын мына гильзаның ішімен жүрген уақытта негізгі соққыны, яғни негізгі қысымды осы екі етек арқылы қабылдайды. Яғни мыналарды бағыттаушы деп аталады, бағыттаушы. Сондықтан олар ұзын етіп жасалған. А мына жердің қысқа және қалың етіп жасалған себебі, қысқа етіп жасалу себебі біріншіден мына поршынға кететін материалды үнемдеу есебінен жасаған, қалың етіп жасайтын себебі поршынның төбесінен әсер еткен жұмыстық қоспаның қысымын именно осы поршын қабылдағаннан кейін ол мына шатун арқылы ары қарай мына иінділікке беру керек. Сондықтан мына жерде қысым көп қабылданады, яғни күшті қатты қабылдайды. Сондықтан бұл жерде қалың етіп жасалған, міне көрдіңдер ме? Енді одан басқа мынау поршындық сақина. Бұл поршын сақинасы, мінекей, поршын сақинасы мына жерде көрсетілген, мінекей, көріп отырсыздар ма? Яғни мына шатунның жоғарғы басы, мына басы, яғни осы поршын сақинасына бекітіліп, міндетті түрде бұл айналып тұрады. Яғни поршын сақинасы бұл қатты болат темірден жасалған, шынықтырылған, және сырты әдейі цементтелген, яғни цементация дейтін үрдіспен жасалған, және өте жоғары дәлдікпен тегістелген. Оның олай жоғары дәлдікпен тегістелу себебі мына шатунның жоғарғы басымен арадағы үйкелісті ең барынша азайту үрдісі қаралған. Келесі біздің деталіміз бұл шатун. Немесе мынау шатун. Шатун қандай қызмет атқарады? Яғни мына біз айттық қой жаңа, поршынға жану қоспасы әсер еткен уақытта поршын мына гильзаның ішімен жоғары төмен қозғалады. Яғни тік қозғалыс жасайды.
Ал біздің автокөліктің қозғалтқышына айнымалы қозғалыс керек, яғни айналыс керек. Міне сол айналысты жүзеге асыратын бөлшек именно міне шатун деп аталады. Шатун. Мынау шатунның бойлық темірі, мынау шатунның жоғарғы пәтісі, яғни сақинасы, саусағы бекітілетін әдейі орын, және поршынның мынау шатунның қақпағы. Яғни шатунның қақпағы барлық уақытта неден өз алдына бөлек жасалады. Және арнайы шпилькілер немесе болт арқылы бекітіледі. Мына шатун барып, мына шатун. Мына иіндібіліктің міне шатундық мынадай тірегіне апарып бекітіледі. Бұл арада арнайы клатчтер болады. Клатч, яғни төсеніштер. Ол төсеніштердің атқаратын қызметі ол арнайы материалдан жасалады, қалайы материалдан, және ол төсеніштің бетіне бабитті, қорғасынды балқыма құйылады. Оның бәрінің атқаратын қызметі, яғни үйкелісті азайту, яғни мына иінді біліктің тірек мойнағы мен шатунның мойнағының арасында үйкелісті азайту. Енді бір назар аударып қарасаңыздар, мінекей. Шатунның мінекей, мына жерінде тесік бар. Сол тесік міне мына жерден шығып тұр. Мінекей. Яғни шатунның мына сабының бойында тұтас тесік бар, мінекей. Көріп отырсыздар ма? Енді ол неліктен? Өздерің байқағанда міне шатунның тірек мойнағының бойында да тесік бар. Яғни қалай? Автокөліктің майлау жүйесінен қысыммен айдалған май мына айналыс барысында коленбалдың, яғни иіндібіліктің бойындағы тесіктен шығып, мына шатунның бойындағы тесікпен мына шатунның жоғарғы саусақтарына дейін барады. Мына жерге барады. Яғни мына жердегі шатунның басы майланып тұрады. Бұл жерде шатунның басында өзінен басқа қосымша ішінде бронза материалынан жасалған, яғни арнайы втулка отырғызылады. Ол втулка өте жұмсақ. Сол втулка жұмсақ втулкамен мына поршын саусағының арасындағы үйкелісті азайту үшін мына жерге май барып тұрады. Яғни айналыс барысында іркіс, яғни тұтас уақыт емес, именно мына иіндібіліктегі тесікпен мына шатундағы тесік совпадение болған уақытта, яғни біріккен уақытта мынаның бойының қысыммен май айдалады да, ол май мына айналадағы поршын саусағының майлануына ықпал етеді. Сөйтіп жұмыс барысында, мына шатун поршыннан қабылдап алған тіке қозғалысты иіндібіліктің айналмалы қозғалысына айналдырады. Яғни баяғы жанған газдың жұмыс қоспасының жылулық энергиясы әуелі тіке қозғалысты механикалық энергия айналады да, ол барып айналмалы қозғалысты энергияға айналады. Ол айналмалы қозғалыстағы энергия иіндібілігі арқылы қозғалтқыштың одан арғы трансмиссия деп аталатын бөліктеріне қарай беріледі. Біздің бұл жерде басты білетін нәрсеміз мінекей, именно сол жару қоспасының жылу энергиясы қалай механикалық энергияға айналады. Сосын міне поршынға тағы да бір назар аударайық. Поршынның жоғарғы жағында бірнеше сайлар бар. Бұл сайлардың өзінің бөлек атаулары бар. Бұның ішінде ең жоғарғы сай бұл компрессиялық сақиналар орналасатын сай. Ал одан кейінгі сайлар бұл май ысырғыш сақиналардың орналасатын сай. Мысалы, міне поршында қарап отырмыз, мінекей, міне 3 сай көрдіңіздер ме, мінекей. Мынау міне компрессиялық сақина. Компрессиялық сақинада тоже серпімді болаттан құрылады, мінекей. Жасалады, көріп тұрсың ба, сығылып тұрады. Яғни гизінің ішіне тығыз барады. Гизінің ішіне салған уақытта мынау до конца қысылады да, мына поршын мен гизінің арасындағы саңылаудың болмауына жұмыс жасайды. Яғни поршынның төбесінде жұмыс қоспасының жану кезінде пайда болған газдың гизі арқылы поршынның арасында саңылау арқылы төмен қарай өткізбейді. Мына поршын сақинасының арасында саңылау барынша қысылады, яғни төмен қарай газдың қысымы өтпейді, тек қана поршынның өзіне әсер етеді. Енді одан кейінгі мына сақиналар, бұлар май ысырғыш сақиналар деп аталады. Неліктен май ысырғыш сақиналар деп аталады? Себебі
жұмыс барысында қозғалтқыштың төменгі астауындағы, яғни сіздерше айтқанда картеріндегі майды иінді біліп айналыс барысында шашып, мына гизінің іші майланады. Мына гизінің іші майланып тұрады. Ол біріншіден гизінің іші майлану керек біріншіден. Екіншіден ол май мына жұмыс қоспасына араласпау керек. Егер жұмыс қоспасына ол май араласатын болса, жұмыс қоспасының сапасы бұзылады. Яғни оның құрамы өзгереді. Яғни құрамы өзгерді деген сөз оның жану қасиеті, яғни жұмыстық қасиеті азаяды деген сөз. Міне именно соны болдырмау үшін мына гизінің ішіне шашыраған май жұмыс қоспасына араласпау керек. Ал оның араласпау үрдісін кім атқарады? Оның араласпау үрдісін міне май ысырғыш сақиналар араласады. Міне бұл май ысырғыш сақиналардың өзі жалпы құрылысы да әртүрлі болады, жасалуы да, және саны да әртүрлі болады. Кейбір поршындарда, мысалы біздің қарап отқан поршындарымызда май ысырғыш сақиналар мінекей поршынның жоғарғы бөліктерінде орналасқан. Ал кейбір жүк бөліктерінде даже поршынның төменгі бөліктерінде де май ысырғыш сақиналардың орналасатын жағдайлары бар. Май ысырғыш сақиналар мына поршын гизінің бойымен төмен қарай жүрген уақытта, мына пружина ғой бұларда бәрі, көрдің бе? Яғни сығып апарып, мына гизінің ішіндегі майды ысырып апарып, қайтадан картерге ағызып жібереді. Жаңағы сығылған май, мінекей, мына поршында көріп отырсыңдар ғой, бірнеше тесіктер бар мінекей. Май ысырғыш сақиналар мына майды ысырып әкеліп, мына тесіктер арқылы поршынның ішіне қарай ағызып жібереді. Ол поршынның ішінен барып жіберіп, картерге ағып кетеді. Сөйтіп, гизінің ішіне шашыраған май жұмыс қоспасына араласпастан поршындағы сақиналардың көмегімен қайтадан қозғалтқыштың картеріне ары қарай құйылып тұрады. Сонда май ысырғыш сақиналардың атқаратын қызметі өте үлкен. Негізінен міне қозғалтқыштың иінді, шатунды механизмінің атқаратын қызметі, және оның құрылысы, және оның қандай материалдан жасалатындығы жөнінде әңгімеміз осындай. Жақсы, қалай түсіндіңдер? Жақсы.